қалдарыңыз қалай? Не қылып жатсыздар? Кешкі шай ішіп отырмын. Ауызды ашқаннан кейін жапқанша шай ішіп тамақ ішемін мен. Ертесінде кешке дейін асқазаным ауырып жүреді. Ой, пырмо, жақсы болған екен. Ой, әбден шаршадың ғой сен. Жақсы болған, құтты болсын. Грамоталайын деп отқан боларсың. Көреміз. Ой, көреміз деп қой. Сені қайдам Алдиярдың грамотасы болса мен алам, алмаса да ол өзімнің бағам енді. Мен сияқты мамалар көп екен ғой, баласының сабағын істеп отыратын. Өткенде бір құрбым келіп, сумкасы толған бала шағасының кітабы. Әй, мынау несі? Мұғалім болып кеткенсің? Жоға, жұмысқа барып отырып балалар сабағын орындайды. Балалар қайда? Балалар ауылда дейді. Ой, әлде қашан жұрт жабайын деп атқан кезде апарып тастағанбыз дейді. Балалардың сабақта шатағы жоқ. Мен өзім орындап отырмын дейді. Қара. Бұл білім не болады енді? Ал енді ертең көреміз бағаларымыз қандай болып шығатынын. Баланың бағасы емес, ананың бағасы болайын деп тұр. Не болса да. Не болса да тыныштық тауып әйтеуір бұл оқу жылында аяқтайын деп қалды. Енді ана кітаптарын дайындаңдар, жыртығы болса, анау мынаусы болса, апарып өткізейік, сонымен тынайық. Мына чатта тынсын, мына баста тынсын, бәріміз тынышталайық. Қолдан келсе көмектескенге ештеңе жетпейді ғой. Алла тағалаға рахмет, қуат берсін. Елімізде әйтеуір өзгеге қолын созатын жас адамдардың саны көбейіп келе жатқанына қатты қуанасың. Рахмет, жаратқан иеме рахмет. Сіздерді жаратқан Құдайға рахмет. Жүрегі елжіреп тұратын қазаққа рахмет. Бірімізді көтермелеп кететін кездер көп болады. Сондай қуанасың. Ал енді көмек сұрағыштар да көбейіп кетті. Өкініштісі сол. Жарайды енді мүмкіндігі шектеулі, жетім, тұл жетім, тастанды, денсаулығы жоқ, түсінікті. Енді денсаулығы бола тұра, үй жайы бола тұра, күйеуі бола тұра, көмек сұрайтындарды қайтесіз. Бұл не сұмдық? Бұл арсыздық па, жоқ әлде амалсыздық па, білмеймін. Хат деген толассыз керек. Памперске ақша керек еді, нанға керек еді, 20 мың қарызға бере ғой. Анан бетіңіз, нан сөйтіңіз. Енді онда түрінді көрсет, елден сұра онда, қайтеміз енді. Аштан қатасың ба, жоқ дейді. Мен үшін сіз сұраңыз дейді. Сөйтіп мыяған жинап беріңіз дейді. Бұл не деген арсыздық қыздар, қойық та. Қол аяғың саума, тырбаңда. Сол тұрмысқа шықтың, сол жақтың ел жұрты қайда? Қыз жақтың ел жұрты қайда? Нағып қазақ қызын қаңғытпаған, жесірін жылатпаған халық қой. Неғып сонша төмендейміз? Неге сонша деңгейде тегі сұраншақ боламыз? Неге сонша деңгейде тегі ұялмай кетеміз деп кейде ойлайсың да, жаман боласың. Сондықтан кішкене өзімізге ие болайық. Мен бай емеспін, магнат емеспін. Мен де сіз сияқты үйде отқан адам әйтеуір ортада көпір болып, анау-мынау қатты қиналған жандар болса салып көмектесіп жатырмыз. Ол менің арқам емес, ол әрине сіздердің арқа. Ал енді денсаулығыңыз бар, арыста еріңіз бар болса, онда көмек сұраудың қажеті жоқ. Баяғыда бір әкім ба, мынау мінберде отқан бір кісі, бір ана көмек сұрап келген кезде, осыншама баланы кімге сеніп тудың деп айтам деп жұмыстан кетті. Сөзінің астары бар. Анау күйеуіңіз арақ ішіп жатса, жұмысы жоқ болса, алаяқ болса, көп баланы тудыңда қажеті жоқ па деген ой келеді. Асылық айтпайық, бірақ дегенмен ойлану керек. Ол баланың бәрін шеттей қылып туып ап, үйі жоқ болса, күйің жоқ болса, ауру қылып, сүйретіп, қинап, қайтесіз? Болашақты бірінші өзіңіз көріп тұрсыз ба, соған да мән беру керек. Енді мені ол үшін, мен мінбердегі анау бастық адам емеспін, мен бір жерден алып шылып түспес, бірақ сөздің ашығы керек қыздар. Кішкене көзі ашып, жан-жаққа қарау керек екен.